Каспиімді ұқсатамын өзіңе, атыңнан сенің көремін мен толқынды. Теңіздей терең білген жүректерде, рухани байлық ұстаздан бізге дарыды. Жасай бер мәңгі оқу ордасы, кеңейсін білім арнасы. Шәкірттер алған білім таусылмас, еліңе тисін пайдасы. Шәкірттер алған білім таусылмас, еліңе тисін пайдасы. Жарқыраймын берген жарық сәулеңнен, құламаймын құздан да қиын биіктен. Білікпен емес біліммен маңды шығарман, көзімде ұшқын әнімді саған арнаймын. Жасай бер мәңгі оқу ордасы, кеңейсін білім арнасы. Шәкірттер алған білім таусылмас, еліңе тисін пайдасы. Шәкірттер алған білім таусылмас, еліңе тисін пайдасы. Оттай лаулап өшпесін алауымыз, сен ұлы болсаң мәңгі жайнап қаламыз. Алған білімді еңбекпен адал ақтаймыз, үлгімізбен болашаққа жалғаймыз. Жасай бер мәңгі оқу ордасы, кеңейсін білім арнасы. Шәкірттер алған білім таусылмас, еліңе тисін пайдасы. Шәкірттер алған білім таусылмас, еліңе тисін пайдасы. Еліңе тисін пайдасы.
көрдіңіздер. Енді негізін қалаушы 2 азамат жоғарыдағы, ал мына келесі екінші қатардағы енді осыған елеулі еңбектері бар педагогтар деп айта аламын. Ардагер ұстаздарымыз. Одан кейін енді білім бар жерде шығармашылықпен жұмыс жасау міндетті біздер үшін. Мынау шығармашылықпен жұмыс жасап жатқан ұстаздарымыз. Осы ұстаздардың ішінде енді 37 оқытушы қызмет жасайтын болса, ғылым докторы біреу, 14-ші санатты, жоғары санатты ұстаздарымыз бар. Сондай-ақ 14 жоғары санатты 8 ұстазымыз біздің бірінші санатта. Колледждің енді 17-шіндегі нәтижесі мына жерде енді сайыстарға қатысқандағы 2014 жылы саналған әдіскерлер байқауда әдіскеріміз өзіміздің Сүйбаева Айқызалиевна жүлделі 3-ші орын. Сол сияқты мына жерде сарбаз байқауына мұғалімдер ұстаздарымыз қатысып мына жерде 2-ші орынға тағысындағы мына жерлерде үздік колледж 2015 байқауында колледжіміздің өзі инновациясы шеберханасы деген номинацияларға ие болды. Сондай-ақ бізде жылына үздік педагог әрбір оқу жылында 2014-15 тағысындағы 18 деген сияқты өте қосқанда біз мұнан Гүлшат Саямыз деген ұстазымыз қатысып 3-ші облыстық деңгейде. 2015-17 жылдарда мына ұлттық бизнес рейтингі орталығы бар. Өздеріңізді жақсы білесіздер. Осы рейтингі қорытындысы бойынша біздер сала көшбасшысы 2015, 2016, 2017 біз алтын белгіні иеленіп келе жатырмыз. Сондай-ақ мына 2016 жылда да мына жерде бізде үздік педагог Бекбаева Арай деген қызымыз жоғары деңгейде өзінің шығармашылық ұстаз деген номинацияны көрсетіп, жақсы деңгей көрсетті. Мына жақта енді негізгі бір нәтижеміз біздің мына бітіруші түлектеріміз жылма-жыл бізде 72%-дан жоғарыға. Дәл биылғы оқу жылда 2018-де бітірген студенттер 82% құрапты. Оның ішінде енді жоғары оқу орнына түскені бар, жұмысқа нақты орналасқандар. Біз бұл мәліметтер тек қана анықтама негізінде. Мысалға, бірінші орта мектепке орналасты ма? Бізге анықтамамыз. Жоғары оқу орнына орналасты ма? Мысалға, анықтамамыз. Сол негізінде рейтинг жасауымыз, қорытынды шығаруымыз. Жаңа ауызша айтып, олай мен мұнда орналастым деген емес, тек қана. Енді мына жерде байқауларға қатысқан жалпы білім беретін пәндер олимпиадасы бар, арнайы пәндер олимпиадасы бар. Осылардың барлығына сондай-ақ студенттердің негізгі деңгейін, бағытын білдіретін кіші ғылым академиясы, яғни ғылыммен студенттердің айналысуы, ғылыммен ұстаздардың оқытушылардың айналысуы. Осы жерде біздерде көптеген жетістіктеріміз бар еді. Бәрін жеке-жеке сараласақ дайын, мына жерде көріп тұрмыз. Біздің қандай деңгейде ғылыммен жоба жұмыстарына бұл республикалық деңгейде алдымен облыстарда содан кейін республикалық жұмысы байқаулар өтеді. Мынау енді колледждің өмірімен өткізіліп жатқан шаралар, колледж ішінде қалалық, облыстық деңгейде өтіп жатқан шаралардың көріністер. Жалпы колледжіміз қалалық қоғамдық шараларда қалмай, шынақта барлығына белсене студенттерімізде ұжым, оқудай ата-аналарымызда қоса бірге қатысып жатыр. Саламатсыз ба? Аккредитация. Саламатсыздар, қош келдіңіздер. Біздің колледж енді білім саласы әрқашан әрбір 5 жылдан ол білім деңгейін нақтылау мақсатында аттестацияда, содан кейін аккредитацияда өткізіледі ғой. 2013 жылы сәтті деңгейде колледжіміз аттестациядан өткен болса, өткен оқу жылы, яғни 17 жылы қазанның аяғында, қателеспесем, қазанның аяғында біз аккредитациядан сәтті деңгейге ары қарай жұмысымызды жалғастырып жатырмыз. Енді мына жерде жаңа кейінгі келген қонақтар қош келдіңіздер. Мына жерде біздің жеткен жетістіктеріміз, мына білім басқармасының үздік техникалық және кәсіптік білім беру ұйымы байқауында инновация шеберханасы деген, сондай-ақ мына табысты менеджер 2017 республикалық байқауларды нәтижелермен жетіп жатырмыз. Енді мына жерден қысқаша таныстырып өтейік. Дәлел ретінде жетістігі, сосын
Салтанатты шарамызға бастайық. Таныстырып өте қояйын, осы жақын арада бізде лидер года, яғни 2018 жылы біздің ұжым лидер жыл лидері деген үздігі деген атқа ие болып жатырмыз. Мына жерде бұрынғы өткен оқу жылының алдыңғы оқу жылдарындағы біздің республикалық деңгейдегі жетістіктеріміз көрсетілген. Мына жақта енді спорттық шаралар бойынша біздің барлық жетістіктеріміз қала, облыстық деңгейдегі, республика деңгейдегі. Біздер де физкультура және спорт деген мамандыққа дайындаймыз. Сондықтан біздің спортшыларымыздың жеткен жетістігі әлемдік деңгейде де бір оқушымыз бар. Таэквондодан әлем чемпионы. Ондай да балдар бар бізде. Сосын жаңағы енді басқа спорттың басқа саласынан да облыстың және республиканың құрама командасының ішінде жүрген шәкірттеріміз. Өздеріңізге белгілі, Экспо 2017 өткен кезде біздің 4-ші курс студентіміз ол кездегі физкультура және спорт мамандығы бойынша сол Экспо 2017 аясында өткен спорттық шараларда мастер спорт деген атақты қорғап шықты. Досан Еламанов деген. Қазір ол облыстық ұлттық спорт несінде тренер болып жұмыс жасайды. Мына жақта енді мектебіміз туралы, балабақшамыз туралы, әрбір мамандықтар туралы қысқаша көрсетілген. Ашылғанымызға бір жыл болды. Осы кәсіпкерлік, осы колледж ашылған бастауыш, негізгі бастауыш мектебіміз жекеменшік. Бұл жердегі бір жылда алған жетістіктеріміз, марапаттауларымыз, оқушыларымыздың және мұғалімдеріміздің. Мынау балабақшамыз, облыс республика деңгейінде. Мынау балабақшамыздың кішкене жетістіктеріміз. Балабақшадағы 3 жас пен 6 жасқа дейінгі балаларымыздың қалалық облыстық сайыстарға қатысқан жүлделі орындары және фото-альбомдар жинап қойған. Жеке тұлға қалыптастыру басты мақсатымыз өзімізге соны миссия қылып алып отырмыз. Және өзіміздің мектебіміздің жетістіктері осы бір жылға жеткен. Өздеріңіз жақсы білесіздер, біздерге облыс әкімі Ералы Тоғжанов келген болатын. Ол бізде осы жерге сабақтарға қатысып көрді. Бізде де үйірмелер көп, өзіңіз білесіз, қосымша сабақтар бойынша оқушыларымыз осы именно интеллектуальный жаңағы білгер ментальды арифметикадан облыс бойынша бірінші орындарын алды, Алматы қаласына жолдама алды және қалалықтан 3-ші орын алған оқушыларымыз бар. Осы жерде барлық мұғалімдерімізбен және оқушыларымыздың бір жетістіктері мынау фото көрмеміз. Қысқаша мектебімізде 8 оқу кабинеті бар, барлығы интеллектуальный тақтармен жабдықталған және 50 орындық асханамыз бар. Мынау мұғалімдер қысқаша мына енді біздің балабақшамыз болып 2008 жылы ашылды балабақшамыз. 100 орындықпен ашылған, қазір біз балабақшам қалған. 2010 жылдан бері біз 132 бүлдіршінді мектепті қалыптастырдық. Мектепке аттандырдық бүлдіршіндерімізді. Жалпы біздің мектебіміздің осы балабақшамыздың миссиясы. Бүгін осы Жаңаөзен қаласының 50 жылдығы аясында Мұнайшы мәдениет сарайында кәсіби педагогика және салалық технологиялар колледжінің, яғни білім ордасының 10 жылдығына арналған кәсіби білім, болашаққа бағытталған кәсіби білім тақырыбындағы облыстық конференция өткізіліп жатыр. Негізгі мақсаты осы 10 жыл ішіндегі колледжіміздің қала өңіріне қосқан өзінің үлесі және маман дайындаудағы кәсіп жолындағы атқарылып жатқан жұмыстары туралы өзіміздің әріптестерімізбенен ой бөлісіп, тәжірибелерімізді ортаға салып, шыңдау мақсатында жасақталып жатқан іс-шаралар. Яғни бұл шара жаңа атап өткендей Жаңаөзен қаласының 50 жылдығы мерекесіне бағытталған. Ең алғаш мен бірінші рет қала тұрғындарын, қала халқын қаламыздың 50 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Осы 50 жыл тарихы бар қаламыздың бұрыннан келе жатқан ата-бабаларымыздың осы біздерге, бізден кейінгі ұрпаққа өнегелі өнерін таныту мақсатында атқарылып жатқан іс-шаралар деп есептеймін. Өздеріңізге белгілі, соңғы 2 жылда ұстаз беделін көтеру мақсатында елбасымыз, өкіметіміз бірнеше ведомствоаралық мекемелерге өзінің тапсырмаларын беріп жатыр. Бәрімізге белгілі, күні кеше ғана Республика президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
өзінің кезекті жолдауын ұсынды. Бұл жерде ұстаздың беделін көтеру мақсатында үлкен іс-шаралар алынып бара жатқаны бәрімізге белгілі. Біздің оқу орнымызда осы елбасымыздың бағдарламасын, өкіметтің алға қойған бағдарламаларын орындау мақсатында үлкен іс-шаралар атқарып жатыр. Колледжіміз 2008 жылы ашылды, биыл 10 жыл толып жатыр. Осы 10 жыл ішінде 2010 жылы балапан бағдарламасы аясында колледж жанынан балабақша аштық. Ал 2017 жылдағы қол жеткізген табысымыз бұл кәсіби зияткерлік мектебін ашып отырмыз. Осының барлығы елбасымыздың, өкіметіміздің біздің алдымызға қойған дуалды оқыту жүйесін дамыту мақсатында болып жатқан іс-шаралар. Өйткені біздің студенттеріміз қала мектептері, қалалық білім бөлімімен байланыса отырып, және өзіміздің жанымыздағы ашылған балабақшамыз бен мектептерімізде де тәжірибеден өтіп, сол жерде тұрақты жұмыс көзін ашып қалып, сонда жұмыс жасап жатқан жайы бар. Бұл енді жаңағы оқытылып жатқан шәкірттеріміздің іс жүзінде, тәжірибе жүзінде өзінің білімін шыңдауға кеңіне мүмкіндік туғызады деп есептеймін. Бүгінгі конференциядағы ең өзекті мәселе бұл болашаққа бағдарланған, негізделген кәсіптік білімді талқылау мақсатында шақыртылып жатыр. Қазіргі таңда облыс деңгейіндегі барлық арнаулы оқу орындары, қала көлеміндегі мектеп басшылары және мектептің әдіскерлері қатысып жатыр. Қазір негізгі салтанатты шараға дейін осы жерде біздің ұстаздарымыздың мастер-класстары көрсетілетін болады кабинеттерде. Міне осындай іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Үлкен мерекеге бүгін қатысып отырмыз. Қаламыздағы ашылған 2008 жылы ашылған кәсіби колледжінде сонда қызмет етіп, психолог болдым. Одан орыс тіл сабағынан бері ең соңында 8 жыл жасап, зейнеткерлік демалысқа кеткенмін. Негізі қаланың тұрғыны қазір биыл 41 жыл. Бар жұмысым ұстаздық болды. Енді тілегім осы колледждің 10 жылдығы, 20 жыл, 30 жыл сондай есейіп көбейіп дами берсін, жақсы түлектер шыға берсін. Басшылығына көп рахмет. Осындай жақсы оқу орнын ашып, оны ары қарай дамып жатқанына көп рахмет. Мереке құтты болсын деп айтқым келеді. Бүгін міне кәсіпбидің 10 жылдығына келіп тұрмыз. Бәрін қарап шықтық, нелерді бәрі жақсы. Өзім де сол орыс тілін пәнінен сабақ бердім, кәсіби орыс тілінен. Бірталай жыл істедік, биыл зейнетке қалдым. Тілейтінім кәсіби колледж өсе берсін, жылдан жылға. 20 жылдық, 30 жылдық мерейтойларына қатысқымыз келеді. Енді мынау бүгінгі болып жатқан кәсіби педагогикалық колледжінің 10 жылдық мерейтоймен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл кәсіби колледж біздің қаламыздағы жасөспірімдерді, жастардың білім алып, белгілі бір мамандық иесі болуына үлесін қосып келе жатқан колледж. Жеке кәсіпкер Қалдамановтың осы біздің қаламыздағы кәсіпкер ретінде қосып жатқан үлесі мол деп есептеймін. Себебі жастар балабақшадан басталады, кәсіби зияткерлік мектебі бар, одан кейін мамандық алу үшін колледж бар. Бұл жеке кәсіпкер үшін үлкен біздің жастарымызға, Қазақстанымыздың болашағына қосып жатқан үлкен үлесі. Құтты болсын мереке. 10 жыл еңбегі еленіп, ерен еңбек деп есептеймін. Көп қиындықтардан өткен болар. Өзім де жеке кәсіпкер болғандықтан, қаламыздағы мектепке дейінгі тәрбиеге қосқан үлесін көріп отырғандықтан жетістіктерімен құттықтаймын. Мереке құтты болсын. Педагогика және салалық технологиялар колледжінің 10 жылдық мерейтойы аясында бүгін педагогикалық технология, педагогикалық шеберлік негізі тақырыбында семинар коучинг ұйымдастырылды. Колледжіміздің ұстаздары Назарбаев зияткерлік мектебінен жаңартылған білім мазмұны тақырыбында курстардан өтті. Бүгін арнайы пән оқытушылары осы оқытудағы жаңа әдіс тәсілдерді келген қонақтармен, түлектермен өз тәжірибелерін бөлісті.
Менің қазағым елі жомарт жері, пейілің дархан даласына телеген. Менің қазағым иманыңа берген, сондықтан ырыс бақыт кетпеген. Шақылдаған алдаспан, ер бабалардай батырлығы жалғасқан. Менің қазағым он пернеден басқан, өмірі думан, көңілден дастан. Азияның әлемге айбасын қазағым, жылмаған дүркіреп байрақсың қазағым. Бауыр тұтқан баршаны жайдасын қазағым. Тектіліктің тұмарай айнасын қазағым. Менің қазағым мың жыл мың тұрған, бастай алар ойнамас болқынған. Менің қазағым жанарынан нұр тұнған, қырандай күшті тек биікке ұмтылған. Азияның әлемге айбасын қазағым, жылмаған дүркіреп байрақсың қазағым. Бауыр тұтқан баршаны жайдасын қазағым. Тектіліктің тұмарай айнасын қазағым. Менің қазағым ұлы құмнан атқа жас, айдай аруым атын жібін атамас. Менің қазағым әлем бүгін бақталас, биікке бастар бақыт жолын тапты алаш. Азияның әлемге айбасын қазағым, жылмаған дүркіреп байрақсың қазағым. Бауыр тұтқан баршаны жайдасын қазағым. Тектіліктің тұмарай айнасын қазағым. Қайнасын қазағым, қайнасын Армысыздар ардақты ардагерлер, құрметті мереке қонақтары. Қайырлы күн, қымбатты ұстаздар, түлектер және студенттер. Бүгін тарихқа көз жүгіртіп, қадам басқан сәттерді еске алатын күн. Бүгін кешегі мен бүгінді толықтыратын күн. Бүгін
ертеңге даму жолдарын жоспарлайтын күн. Бүгін әлемге жар салатын қуанышты күн. Бүгін ұстаздарды ұлықтайтын күн. Бүгін мерейлі мерекені тойлайтын күн. Құрметті қонақтар, Ардақты ұстаздар, Қадірлі ата-аналар, және студенттер. Жаңаөзен қаласының 50 жылдығы аясында болашаққа бағдар нәтижеге бағытталған кәсіби білім атты Каспий педагогика және салалық технологиялар колледжінің 10 жылдық мерейтойына арналған салтанатты жиынына Қош келдіңіздер. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасындағы бағыттардың бірі білім саласы. 21 ғасырда қоғам мен мемлекет дамуының басты тетігі білім беру болып отыр. Рухани мәдени саламыздың нығаюына, адами қасиеттердің жоғарылауына, жеке адамның сапалық ерекшелігінің өрлеуіне, білімнің ғана құдіретті жететіні күннен күнге айқындалып келеді. Әрбір елдің өркендеуі, тұғырының берік болуы да білімге келіп тіреледі. Ендеше, елбасының осы бағдарламасы аясымен кемеңгер саясатын ұстанып, тамырын тереңге жайған, тағылым мен тәрбиенің алтын бесігі,
болашақ маманға өнеге мен ғибраттың, білім мен ғылымның нәрін беріп, жоғары тұғырлы маман тұлғаларды дайындауда облысқа танылған беделді оқу орындарының бірі Каспий педагогика және салалық технологиялар колледжінің 10 жылдығы Жаңаөзен қаласының 50 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келіп отыр. Жаңаөзен тұнып тұрған тарих, тұнып тұрған байлық, тұнып тұрған дастан, көл-көсір, керемет пен толассыз таңғажайыптың мекені бола білген, бірлік пен шындыққа қол созған, қос мерекемен қуаныш құтты болсын. Қалдаманов Исенбай Әбиұлының кәсіби шыңдалу жолындағы 10 жыл атты баяндамасын көру үшін экранға назар аударыңыздар. Тәуелсіз елдің негізгі тірегі білімді ұрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға түсіп, бәйгеден озып келетін заман туды. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты жолдауында еліміз дамуының барлық стратегиялық бағыттарын жүзеге асыратын міндеттер қойылды. Республика болашағына бағдар беретін бұл жолдауда 21 ғасырдағы дамыған ел дегеніміз белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар деген. Ал дамудың негізі білім мен ғылымға келіп тіреледі. Сондықтан да әлемдегі дамыған елдер сияқты тәуелсіз елімізде білім жүйесі сапасын жетілдіру ең негізгі өзекті мәселелердің бірі болып отырғаны белгілі. Осыған орай білім беру жүйесінде жастарға сапалы білім беріп, олардың үйлесімді дамуы мен тұлға ретінде қалыптасуында ұстаздың кәсіби шеберлік көрсеткіштерінің бірі жалпы педагогикалық, ғылыми, теориялық, әдістемелік жаңалықтар мен озық тәжірибені жетік меңгерудің маңызы зор. Каспий педагогика және салалық технологиялар колледжі өз қызметін 2008 жылдың 1 қыркүйек айынан бастады. Колледж біздің өңірдің тұрғындарының білім саласы мамандарын дайындау сұранысын қамтамасыз ету мақсатында құрылып, қызметінің негізіне актуалдылық, динамикалық жаңашылдық, бәсекеге қабілеттілік даму принциптері қойылды. 2008-2009 оқу жылы алғаш рет 81 үміткер студенттер қатарына қабылданды. Алғашқы жылдары барлық студенттер коммерциялық негізде оқыды. Оқу орны техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламасын іске асыруда. Осы жылдар ішінде 1454 орта буын маман бітіріп шықты. Колледж негізінен білім беру саласы бойынша 10 мамандықтың лицензиясына және 16 біліктіліктің қосымша лицензиясына ие. Колледж өз миссиясына сәйкес мынадай стратегиялық бағыттарды айқындайды. Оқу үдерісінің сапасын жақсарту, басқару құрылымы мен менеджментін жетілдіру, инновациялық ғылыми әдістемелік және жобалау іс-әрекет қызметін дамыту, жастардың әлеуметтік бейімделуіне және кәсіби деңгейде өзін көрсете білуіне жағдай жасау, әлеуметтік серіктестік жүйесін дамыту, дуалды оқыту жүйесін дамыту, инфрақұрылым, материалдық техникалық қамтамасыз етуді дамыту. Ұжымның қалыптасуы 10 оқытушыдан басталды. Қазіргі таңда олардың саны 43 қызметкерге жеткен. Оның ішінде 48,8% бірінші және жоғары біліктілік санатта. 5 оқытушы магистр болса, бір қызметкер ғылым докторы. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жаңа 10 жылдық жаңа экономикалық өрлеу, Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері атты Қазақстан халқына жолдауында кішкентай бүлдіршіндердің дамуына ықпал ететін үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы ретіндегі мектепке дейінгі білім беруге баса назар аударған жөн. Және бұл сатыны олардың шығармашылық және интеллектуалдық қабілеттерін дамытуға арналған тиімді бағдарламамен қамтамасыз ету қажет. Әрбір баланың білім алуға, еңбекке және қоршаған ортаға бейімі, қарым-қатынасы нақ осы кезеңде қаланатынын естен шығармауымыз керек деп айтқан болатын. Осы мақсатта балапан бағдарламасы аясында колледж жанынан 2010 жылдың маусым айында Каспий шағын орталығын іске қостық. Қазіргі таңда балабақшада 75 бала тәрбиеленуде. Бұл мекеменің негізгі мақсаты мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы бойынша тәжірибелік алаң ретінде пайдалану болатын. Осы мақсатқа қол жеткізді. Себебі 8 жылдан бері аталған мамандық бойынша колледж студенттері өндірістік тәжірибеден өтуде, сондай-ақ тәрбиешінің көмекшісі міндетін атқарады және оларға еңбекақы төленеді. Жұмыстың нәтижесін студенттердің білім сапасының жоғарылауынан және мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы бойынша дуалды оқыту жүйесінің эксперименттік алаң ретінде тағайындалуында деп айтуға болады. Келесі жоба дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша
тәжірибелік алаң жасақтау болатын. Ол мақсатқа 2012 жылы қол жеткіздік. Колледж жанынан үлкен спорттық кешен салынды. Және аталған мамандықта дуалды оқыту жүйесі бойынша 3 топ оқып жатыр. Білім сапасы мен түлектердің жұмысқа орналасуы жоғары деңгейде. Спорттық кешен қала, облыс, республика көлемінде өтетін спорттық жарыстарды өткізетін алаңдардың біріне айналды. Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес колледж базасында 2016-2017 оқу жылында жұмысшы мамандықтарын кеңінен насихаттау мақсатында Маңғыстау облыстық білім басқармасының бұйрығына сәйкес колледж жанынан ресурстық орталық ашылды. Бұл орталықтың негізгі мақсаты мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы бойынша қысқа мерзімде тәрбиеші және тәрбиешінің көмекшісін дайындау болып табылады. Орталықта кәсіби біліктілікті арттыруға және қосымша білім алуға болады. Оқу мерзімі аяқталғанда сертификат беріледі. Осы арқылы жұмыспен қамту орталығымен бірлесіп жұмысқа орналастыру да көзделген. Елбасының жолдауларына орай жеке кәсіпкер ретінде қаламызда зейінді балалар үшін зияткерлік мектепті ашу міндеттерінің бірі болды. Мұндағы мақсат Абай атамыздың бұлақ көрсең көзін аш дегендей дарынды баланы балабақшасынан ақ оқу білімге үйретуден бастау болды. Екінші мақсатымыз колледжде дайындалатын білім алушылар үшін оқу тәжірибе алаңын дайындау еді. 2017-2018 оқу жылы бастауыш білім беру мамандығының келесі біліктіліктері бойынша бастауыш білім беру мұғалімі, информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі, шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі, тәжірибелік алаң құру мақсатында кәсіби зияткерлік мектеп бақша құрылысын аяқтап, 2017-2018 оқу жылын 150 оқушымен бастадық. Тәжірибелі ұстаздардан құралған комиссия қатысуымен конкурстық негізде 5 жастан мектеп алды даярлық тобына және 6 жастан 1 сыныпқа, 7 жастан 2 сыныпқа балаларды қабылдады. Мұнда талапқа сай қызмет ету үшін оқытушылар үздіксіз ізденісте кәсіби білікті болуы тиіс. Сондықтан конкурспен қабылдаған оқытушыларымыз жаңартылған білім беру мазмұны курсынан өтті. Кәсіптік білім беру жүйесін дамытудың негізгі бағыттарының бірі оқу үрдісіне дуалдық білім беру жүйесін сәтті енгізу көптеген проблемалық мәселелерді шешуге мүмкіндік берді. Дуалдық оқыту жүйесінің басты мақсаты студенттердің тәжірибелік дағдысын жетілдіру арқылы кәсіби жоғары білікті саналы маман даярлау және оқу орны мен кәсіпорын арасындағы әлеуметтік серіктестікті дамыту. Барлығы 4 мамандық бойынша дуалдық оқыту жүйесімен оқып жатқан 10 топта 241 студент білім алуда. Оқу жоспары бойынша ол топтарда 60% тәжірибе өткізетін болса, 40% теория оқытылады. Колледж негізінен дуалдық оқыту жүйесінен білікті жас кадрларды даярлау үшін әлеуметтік серіктес ретінде Жаңаөзен қалалық білім бөлімі мекемесімен келісім шартқа отырды. Оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы бойынша Айгөлек, Ақбота, Каспий шағын орталығы, Шынар, Ертөстік, Сәуле, Балапан, Айзере, Балдырған, Балдәурен, Айналайын балабақшаларымен және Жаңаөзен қаласындағы орта мектептермен келісіп жұмыс жасап жатыр. Аталған мектеп пен балабақшалардың өндірістік талаптарын ескере отырып, колледжге өзінің материалдық техникалық базасын пайдалануға рұқсат етіп, көмектесіп келеді. Сондай-ақ оқытушылар мен білім алушылардың өндіріс орындарында теориялық білім мен практиканы ұштастыруларына да жағдай жасалуда. Кәсіби педагогика және салалық технологиялар колледжі студенттер, оқытушылар және жұмыс берушілер және тағы басқа қызығушылық білдіргендер үшін актуалды білім беру жүйесі қалыптасқан ақпараттық ортасы ашық және заманауи инфрақұрылымды білім беретін оқу орны. Колледжімізде IT мультимедиалық кабинет 2013 жылдан бері өз жұмысын жасап келеді. Қазіргі таңда цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында өз-өзіне қызмет көрсету бұрышы жабдықталды. Ол жерде мемлекеттік қызмет көрсету порталдарынан ұжым қызметкерлері мен студенттер электронды түрде мәліметтерін ала алады. Әр сабақ барысында оқытушылар флипчарттар мен мультимедиаларды сабақ барысында пайдаланады. 21 дана интертақтамен жабдықталған. 5 қабатымыздың әр қабатында 2 модемнен интернет желісі тартылды. Әр студент интернет мүмкіндігін кеңінен пайдалана алады. Колледждің білім беру қызметінің сұранысқа ие болуы мен жұмысының тиімділігінің көрсеткіші түлектерді жұмысқа орналастыру болып табылады. Соңғы 2 жылда жұмысқа орналастырылған түлектер көрсеткіші 2017 жылы 78%, 2018 жылы 80%-ға жетті. Мұғалімдер қоғамның ең білімді, ең отаншыл, білгілеріңіз келсе ең сынампаз бөлігі болып табылады деп елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бекер айтпаса керек. Осы орайда бүгінгі таңда колледжіміздің абыройын асқақтатып жүрген мамандарымыздың жетістіктеріне тоқтала кетсек,
2016 жылы қалалық тіл сарбазы 2016 байқауынан 2-ші орын, 4-ші облыстық жас мамандар 2016 байқауынан 8 қырлы 1 сырлы номинациясын алса, облыстық үздік әдіскер 2016 байқауында колледж әдіскері Сүйубаева Райхан Давидовна 3-ші орынды иеленді. 2017 жылы Маңғыстау облыстық техникалық және кәсіптік білім беру оқу орындары арасында ұйымдастырылған үздік колледж 2017 байқауында инновация шеберханасы номинациясын қалалық тіл сарбазы 2017 сайысында 1-ші орынды иеленді. 2015 және 2016 жылдары республикалық ұлттық бизнес рейтинг экономикалық сараптау қорытындысы бойынша сала көшбасшысы 2015 және сала көшбасшысы 2016 номинациясының алтын белгісін иеленді. 2017 жылы облыстық үздік педагог 2017 байқауында арнайы пән оқытушысы Бекбаева Арай Жанатовна шығармашылық ұстаз номинациясын иеленсе, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының ең үздік әдістемелік қызметі атты облыстық байқауында колледжіміз 3-ші орынға ие болды. 2017 жылы білім беру ұйымы басшыларының табысты менеджер 2017 бірінші республикалық байқау аясында менеджер стратег номинациясы бойынша Қалдаманов Сенбай Әбейұлы марапатталды. Колледжде белсенді спорттық өмір қалыптасқан студенттер арасында түрлі спорттық сайыстар өткізіледі. Колледж студенттері орта арнаулы оқу орындары арасында қалалық және облыстық деңгейдегі бәсекелестік спартакиадалардың белсенді қатысушылары және жеңімпаздары болып табылады. Студенттер үшін бұл олардың әлеуетін жақсарту, кәсіптік даярлығын әрқашан көтеру мүмкіндігі болып табылады. 2015 жылы қалалық ең бірінші бақытым тілім менің байқауы 1-ші орын, облыстық жалпы білім беретін пәндер олимпиадасында 1-ші орын және республикалық жайдарман КТК жарысында гран-приді жеңіп алды. 2016 жылы Қазақстан Республикасы Кіші ғылым академиясының 15-ші Маңғыстау облыстық филиалының ғылыми практикалық конференциясында 1-ші орын. Гүлдірай жайдарман тобы қазақ хандығының 550 жылдығына және ұлы жеңістің 70 жылдығына орай қалалық КТК ойындарында 1-ші орын. Жаңаөзен қалалық робототехника заманауи ғылым атты мектеп оқушылары мен колледж студенттері арасында өткен сайыста 3-ші орын. Маңғыстау облыстық мен қазақстандықпын шығармалар сайысында Демекова 2-ші орынды иеленді. 2017 жылы облыстық мен қазақстандықпын 4-ші курс студенттер арасындағы шығармалар сайысында 2-ші орын. Соңғы 5 жылдықта колледж студенттері әртүрлі сайыстардан, жарыстардан, конференциялардан 187 жүлделі орынды жеңіп алды. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі ақпарат негізінде ұлттық бизнес рейтинг қорытындысы бойынша және білім беру саласындағы саралау нәтижесі бойынша Каспий колледжі 2015 жылы және 2016 жылы 2 марапатқа ие болды. Қазақстан Республикасы кәсіпкерлерінің ішінде сала көшбасшысы номинациясы бойынша рейтинг қоласы. Маңғыстау облысы кәсіпкерлерінің ішінде сала көшбасшысы номинациясы бойынша рейтинг алтыны. Сондай-ақ білім беру мақтанышы 2016 республикалық ұлттық рейтингтен үздік ұйым Қазақстан 2017 мәртебесіне ие болды. Биылғы жылы Қазақстан Республикасы президентінің алтын сапа премиясына үміткерміз. Қорытындысы желтоқсан айында шығады деп күтілуде. Колледж басшылығының тәжірибесін, колледждің даму қорытындыларын ескере отырып, білім орнының бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін еуропалық және халықаралық тәжірибе стандарттарына сәйкес білім беру сапасын жақсарту және жетілдіру, өзгеріп отыратын сыртқы ортаның талаптарын қамтамасыз ету мақсатында институционалды аккредиттеуден өткізу туралы шешім қабылданып, 2017 жылдың желтоқсан айында колледж жұмысы аккредитациядан өтіп, жақсы деген бағаға ие болды. Ендеше, ардагер ұстаздарды марапаттау үшін Қалдаманов Есенбай Әбейұлын сахна төріне шақырамыз. Облыстық білім басқармасы ұжымы енді біздің мерекеміз жаңа атап өткендей қаламыздың 50 жылдық мерекесіменен тұспа-тұс келіп жатыр. Сондықтан да барша осы залда отырған қонақтарымызды ең бірінші қаламыздың 50 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Және де осы мерекеге тұспа-тұс келіп тұрған біздің колледждің мінекей өздеріңіз біліп отқандай 10 жыл болды. Осы 10 жыл ішінде ұжымменен, өзіміздің шәкірттерімізбенен енді біраз деңгейге
барып жетістіктерге жеткеніне өздеріңіз куә болып жатсыздар. Сондықтан да ұжымға және өзіміздің шәкірттерімізге ризашылығымды білдіргім келеді. Және осы колледж ашылған кезде қазақта сөз бар, алты алаштың басы біріксе, ұстаздың орны төрден деген сөз бар. Сондықтан да бүгін осы колледж ашылған кезде еңбек еткен еңбек ардагерлерін сахна төріне шақырып, оларды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Қайтмұхамбет ағай, Белла Мырзағалиевна, Үмітжан апай, Қымбаттен ханымға, қошеметіңіз. Сіздерге, құрметті ардагерлер, ұжым атынан сіздерді осы білімдерімен сұсындалған осы ұстаздарға қошемет көрсетіп, бастарыңызға амандық тілейміз. Рахмет сіздерге. Мәңгілік ел, ынтымақ пен бірлікте, мәңгілік ел, ымыралы тірлікте, мәңгілік ел, ертеңіңді ұлықтау, мәңгілік ел, өткеніңді ұмытпау. Мәңгілік ел, менің аппақ мұратым, болашаққа нұрын шашып тұратын, мәңгілік ел, нұрлы жолы қазақтың, бар әлемге мойында тарт қуатын. Сөзі Шаңғытбай Мәмбетбаевтікі, әні Баян Қыдырбекованікі, туған мекен Күреңбел. Орындайтын вокалды ансамбль.
Танаева Сәлім Жаниқызына беріледі.